бүгін осындай әдемі өрнек тоқимыз. Бұл өрнектің де өзінің тоқылу техникасы бар. Мінекей біз түзу тоқитын болсақ, міне осылай тоқимыз. Бұл екі жақты болып шығады. Бұл да екі жақты узор, бірақ біз мінекей ішкі қапталынан осылай оң тоқып аламыз. Ішкі қапталынан оң тоқып аламыз, санап отырамыз. Бұл өрнекті де түрлі бұйымдарға қолданса болады. Өйткені мінекей санап отырыңыздар. Ортасына келгенде мына бір жіпті тастайсыз да, ортасына келгенде мына бір жіпті тастайсыз да, мінекей одан кейінгі жіптен бастап тоқып отырасыздар. Сонда мына ортасындағы мінекей осы ойық ортасындағы түседі осылай. Екі жағы бірдей. Бұл өрнекпенен тоже бір көп нәрсе тоқуға болады. Бір жіп көтеріп аламыз да, келесі жағына ауысамыз. Келесі жағы да тура осындай болады. Бірінші жіпке екі рет тоқып аламын. Одан кейін ары қарай тоқылған жіптеріңізді үнемі санап отырыңыздар. Санап отырмасаңыздар, кішкентай болып қалуы мүмкін. Болмаса үлкен болып кетуі мүмкін. Мен 9 жіптен 18 жіптен тоқып жатырмын. Ортасындағы жіпті аласыз да, осылай тастап кетесіз. Сонда ортасына әдемі жол түседі. Осындай болып шығады. Әдемі болып.